әріптестер, ең алдымен поисковикке ботфазы деген жазу жазып тауып аламыз. Ботфазының қасында міндетті түрде осындай көк значок болу керек. Сол жерді ашқанда new bot батырмасын басамыз, және ол бізден осы ботымызға қоятын, жазатын есімді сұрайтын болады. Мысалы, педагогикалық идеялар фестивалі деп жазып көрейік. PIF деп. Одан кейін боттың логинін сұрайды. Бот логинді жазған кезде міндетті түрде нежный пробел бот деген сөз болу керек. Бұл бізде бос емес дейді бұндай есім, сондықтан PIF нежный пробел 2025 нежный пробел бот деп жазып көрейік. Бұл бізде бос болу қажет. Бос екен. Енді бізде мына жерде API токен номері берілген. Ол бізге Puzzlebot сайтында токенді жазу арқылы командаларды құруға қажет болады. Сондықтан біз бұған әлі қайтадан оралатын боламыз. Ал қазір біз сіздермен бағана құрған өзіміздің ботымызға кіріп көрейік. Ол жерде әзірге ештеңе жоқ екен. Старт деп басып жазсақ та ештеңе шықпады. Енді қайтадан бағана бот фазаға ораламыз да. Бұл жерде бізде өзіміздің жаңағы құрған MyBot батырмасын басу арқылы өзіміз құрған ботымызға кері оралатын боламыз. Яғни PIF нежный пробел 2025 нежный пробел бот деген батырманы басамыз. Сол жерде бізде ағылшынша жазулар шығады. Сол жерден біз келесі edit бот батырмасын басу арқылы өзіміздің жаңа құрған ботымыздың атын, оның описаниясы, суреті бар, басқа да ол туралы мәліметтерді өзгерту үшін осы жерге кіретін боламыз. Енді бұл жерде edit name деген бар. Ол жерде ол атын өзгерту. Edit about деген бар. Бұл батырманы басатын болсақ, бізде яғни ол туралы ақпарат береміз. Яғни педагогикалық идеялар фестивалі деп әзірге жазып көрейік. Осылай жазып атап көрейік. Яғни ол бізде сақталды дейді. Енді қайтадан сол өзіміздің ботымызға кіреміз. Енді келесі edit description дейді. Описаниясын жазып көрейік. Описаниясына да не үшін қажет нәрсе екенін жазуға болады. Ұстаздарға арналған педагогикалық идеялар, педидея жинағы деп көрейік. Енді ары қарай тағы да келесі ақпараттарды өзгертіп көрейік. Қайтадан edit ботты басамыз. Сол жерде edit bot pick, edit commands деген батырмаларды басу арқылы біз өзгертетін боламыз. Айтпақшы, бұл жерде суретті қою үшін мына жерде өзінің берілген фотоның боты, яғни қанша пиксель болу керек, оның рамкасы қандай болу керек деген сияқты өздері ұсынатын болады. Соған қарай өздеріңіз суреттерді сақтап кіргізіп жасай бересіздер. Енді біз жаңа өзіміз құрған боттың ішіне кіріп көрейік. Міне имя пользователя, описаниясы берілген, не үшін қажет, кімдерге арналғандығы барлығы жазылып тұр. Енді ары қарай біз қайтадан бағана бот фазамызге ораламыз. Сол жерде бізге бағана API токен номерін берген, соны скопировать етіп командаларды құруға кірісетін боламыз. Ол үшін біз қайтадан Telegram чатына кіреміз да, Puzzlebot'ты таңдаймыз. Puzzlebot'та старт деп басатын боламыз. Міне авторизация прошла успешно деп тұр. Сол жерге кіретін боламыз. Енді мен қайтадан стартты басып көрсем, мына жерде ештеңе шықпай тұр. Менде өйткені сақталған ғой осының алдында. Сол себепті менде қайтадан авторизация прошла успешно деген сөз шықпай тұр. Енді мен ары қарай жоғарғы жаққа басатын боламын. Жоғары көтеріліп бағанағы мына жасылды тауып аламын. Осы жерде сілтемені басамын. Сілтемені басу арқылы мен Puzzlebot'қа кіретін боламын. Puzzlebot'қа кірген кезде мына жерде менде тек қана бір ғана ботты добавлять ете аласыз дейді. Уже өйткені менде бар класс инфобот командасы міне. Сол себепті мен қайтадан осының ішіне кіріп сіздерге ары қарай қалай орындау керектігін көрсете берейін. Мына жерде барлық подписчиктердің саны, активность, күнделікті рейтинг осылай бізде шығып тұрады.
Енді осының ішіне қайтадан басқан кезде именно осы жердегі конструктор деген бізде батырмасы бар. Сол конструктордың ішіне кіріп, біз жаңағы өзімізге қажетті блоктарды қоямыз. Бұл былай шығады. Мына жерде мен сіздерге көрсеткен барлық іс-әрекеттеріміз тұр. Яғни стартты басқан кезде бірден осы меню шығатын болады. Осы меню арқылы ары қарай бізде жалғасып тарала береді. Яғни тізбелер, ұялы телефон номерлері, дәйек сөздер, керекті қажетті құжаттардың жаңағы үлгісі деген сияқты барлығы осы жерде шығады. Енді қазір мен сіздерге осыны қалай құрастыратынын айтатын боламын. Ең алдымен осы жерде міне старт деп тұр бізде. Сол стартты басамыз. Стартты басқан кезде бізде осындай настройка команды шығады. Командамыз бізде старт деп басталады. Бұл жерде керекті команданы таңдаңыз деп мен текст жазып қойдым, және оның астына инлайн клавиатура қостым. Инлайн клавиатурада бағана мен сіздерге көрсеткен барлық құжаттардың атаулары жазылған, және төменгі жағында бізде блоктар берілген. Ол блоктар бізде не үшін? Яғни осы инлайн командалардың әрқайсына жеке-жеке блоктар қосу үшін. Астына қосуға болады, басқа да кнопка қоссақ, міне тағы да добавлять ете береміз. Енді ары қарай бұны мен енді қазір сақтамаймын, просто сіздерге көрсетіп жатырмын. Мына жерде 3 нүктені басу арқылы оны удалить етіп тастасақ болады. Енді ары қарай кеттік. Мысалы бізде осы блоктар таралған. Блоктан таралған құжаттарға енді біз ішіне оның сурет немесе PDF формат, Word формат құжаттарды салатын боламыз. Ол үшін мысалы қоңырау кестесіне кіретін болсақ, удалить текущую команду после вызова следующий дегенді басып қойдым. Себебі Телеграмда бір команданы тергеннен кейін келесі команданы тергенде ол алдын ала өшіп қалатындай. Мына жерде загрузка изображение дегенді бассам, сол жерден сіздер изображениені таңдай аласыздар, және оған описание жаза аласыздар. Енді менде қазір қоңырау кестесі сақталып тұр. Мына жерде номер 1 документ, сол себепті мен 2 документті сақтаған жоқпын. Енді ары қарай тағы келесі бір блокты көрсетейік. Мына жерде бізде тағы не бар екен? Сана серпіні газеті ма? Мұғалімдердің байланыс телефоны бар екен. Одан кейін тағы не бар? Қайсысын көрсетсем екен сіздерге қазір? Жақындатып көрейік. Мына жерде бізде мектеп формасы, құттықтаулар, дәйек сөздер бар. Мұғалімдердің байланыс телефон номерін көрсетейін. Контактылар. Тағы да сол батырманы бастым. Удалить деп мына жерде контактыларды сақтадым. Оны қалай таңдадым десеңіздер, төменгі жағында блоки общий деген жерде контакты дегенді басамыз. Сол жерде аты жөнін, отчествосын немесе беретін пәнін, телефон номерін жазамыз да. Жоғары жаққа шыққан кезде мына X-ті басқанда сохранить деген мәзір шығады. Соны сақтау арқылы біз осы жерге сақтап аламыз барлықтарының номерлерін. Әрқайсына жеке-жеке солай кірген кезде міндетті түрде X-ті басу арқылы біз сақтауымыз керек. Немесе осындай общий бетке шыққан кезде жоғарғы жақта тұрған, жоғары қарап тұрған стрелканы басамыз. Ал егер де бір нәрсені дұрыс орындамаған болатын болсаңыздар, отмена беру үшін кері қайту батырмасын басамыз, болмаса X-ті басамыз. Енді мына жерде құжаттың толтыру үлгісі дейді. Бұл жерде мен Word документ жүктедім, соны көрсетейін деген болатым сіздерге. Ол үшін астына басамыз да документі дегенді таңдаймыз. Сол жерде өзімізге керек документті таңдап алып, сол жерге салатын боламыз. Енді менде түсініктеме жазу үлгісі уже сақталып тұр. Соның себепті мен оны сақтамадым, бағанағы документті. 3 нүктені басу арқылы удалить батырмасын басып кеттім. X-ті басамыз, сол жерде сақтау өзі шығып тұрады, ары қарай сақтай беретін боламыз. Жалпы осылай жаза берсеңіздер болады. Енді бұл жерде класс туралы информация бар міне. Ол үшін жаңағы өзіміздің ботымызға басамыз. Сол жерге кірген кезде бізде қанша подписчик, отписка қанша, активность қалай, соның барлығы осы жерде шығып тұратын болады.
Енді мына жерде қазір телеграмға бізде неше оқушы кірді және қандай кнопкаларды, батырмаларды басқанын төменгі жақтан көруге болады. Қай команданы қанша адам басты, соның ақпараты берілген. Осымен болды. Түсініксіз тұстар болса маған жекеме хабарлассаңыздар болады. Рахмет.